Алдыңғы видеода бұзақылар кедей қызға ұйықтататын дәрі беріп, содан соң кедей қызды ұрлап кеткен болатын. Бірақ та кедей қызы жоғалып кеткенін байқаған Адик қалаға оны іздеп шығып кеткен. Ал енді ары қарай не болғанын бірге көрейік. Ей, братан, мені атпаш, мен емес, менің кінәм жоқ бұл жерде. Шынымен кінәң жоқ болса не істеп жүрсің бұл жерде? Мақұл, онда саған қашып кетуге мүмкіндік беремін. Тез жоқ болып кет. Жарайды, братан, рахмет, болды, қазір кетіп қалам болды. Ей, сатқын десе осыған сенуге болмайтынын біліп едім. Не істесем болады екен? О, міне бастықтардың бандиті. Енді сен кезегін кешірім сұрап ол. Сұрамасаң маған бәрібір ата салам. Ей, боқмұрын, сен қандай кешірім сұрап тұрсың? Қолыңда мылтық тұрғанмен атамайсың бәрібір. Жарайды, онда өзің көр енді. Маған бәрібір дедім ғой. Мә, соқтамнауды аз болып қалады шығар. Ой, бой, мен сені атпайды деп ойладым ғой. Енді болды, Майя қайда? Майяға ештеңе істемеді деп ойлаймын. Майя, кешірші мені. Таптым ау сені ақыры. Білемін, кішкене кешіріп қалдым, сонда да кешірші Майя. Адик, мен сені вообще келмейді шығар деп ойлап едім. Ей, Майя, жыламаш болды, келдім болды, бәрі нормально. Саған билеп берейін керек болса. Осылай көңіліңді көтере алатын шығармын хотя бы. Болды, енді саған ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Адик, күшті билейді екенсің ғой. Мақұл, ренжімеймін ғой саған. Мен басында вообще сені келмейді екен деп ойлап едім. Рахмет саған, Адик. Бірақ ана бандиттер маған ештеңе істеген жоқ, тек қамап қойғаны болмаса. Бандиттерді ойламай қойсаң да болады, уже шешіп тастадым. Жарайды, онда Майя, тез кетейікші үйге. Адик, бандиттерге не істедің сен айтпақшы? Сырттан оқтың дауысы шыққандай болды ма? Еще бандит те жоқ болып кетті. Уайымдамасаң да болады, ол маңызды емес уже. Мақұл, онда Адик, қайырлы түн, үйге де келіп қалдық как раз. Майя, сен жалғыз қалуға болмайды саған. Бандиттер келіп қалса да тағы бәле ғой. Сен лучше менің үйіме қона тұр бүгін. Сенің үйіңе дейсің ба? Қалай болады екен? Бірақ сенікі де дұрыс шығар, ана бандиттер қайттан келсе тағы. Соны айттым ғой мен, Майя, мен машинаны парковкаға қоя беремін пока что. Ал сен менің үйіме кіріп жуынып алсаң болады. Ана бандиттерден барлығын күтуге болады айтпесе. Мақұл, жарайды, Адик, келістім сенімен. Мен қазір үйге барып жуынып шайынып алайын. Мақұл, сен парковкаға қоя бер машинаңды. Ана бандитті өлтіріп тастағанымды Майя білмеу керек, айтпесе ол вообще менімен араласпай қояды. Қайсы камералар жасап тұрма, барлығын тексеріп алайықшы. Үйдің алды, іші, комната, машина тұр. Бәрін тексеріп алмасақ, бандиттер қайттан келсе білмей қаламыз. Все, вроде барлығы нормально. Мен бүгін Майямен бір үйдің астында тұрамын ба не? Ё-моё, Адиктің үйі деген не деген дәу еді. Немене бәле заттар өзі. Немене бәле ауада тұрма, ё-моё. Бәріне айына тоққа қанша теңге шығарады екен. Не болса да Адик қаладағы ең бай жігіт екен. Жарайды, комнатаға барайын мен. Саған мынаның комнатасына дейін кинодағыдай ғой, ё-моё. Мен мынандай үйде тұрып емес, даже кіріп көрмеген ғой. Кроваттар қандай әдемі. Бір қымбат гостиницаға кіріп кеткендей болып тұрмын. Мен бүгін кроватта ұйықтаймын ба уже. Майя, үй осы енді, өзің үйіңдей көр. Если что, қалаған жеріңе жата берсең болады. Мына жақта душ, ванна, қол жуатын барлығы бар. Если что, уайымдама, бірдеңе керек болса сұра. Адик, сенің үйің тап-таза, еще күшті екен. Мен сияқты қызды кіргізіп атқаныңа рахмет. Ой, жоқ, мен сияқты емес, сен ең әдемі қызсың ғой біздің қаладағы. Ой, қойшы, Адик, ұялтпашы олай. Шынымен ғой сонда да. Мақұл, рахмет комплиментіңе. Ой, құрсын, онда ұйықтайық. Майя ертең азанда маған жұмыс еді. Жарайды, онда мен кішкене душқа түсіп алып барып ұйықтайтын шығармын, сен ұйықтай бер. Жарайды, мен кішкене отыра тұрамын, сосын ұйықтаймын мен де. Бірдеңе керек болса шақыр. Менің уайымдап тұрғаным ана бандиттер не болады екен? Ананы бекер қашуға мүмкіндік берімше. Ішім ауырып кетті ғой, тез туалетке кіріп алайын, сосын душқа кіремін. Туалеті де біртүрлі екен, неше жабылмай ма сонда? Майя не істеп жатыр екен? Майяның дауысы шықпай қалды. Ей, Майя, тірісің ба, Майя? Мынау қайқа кетіп қалған? Душта да жоқ, кроватта да жоқ. Астыға түсіп кеттім ма не? Майя, қайдасың, Майя? Ой, Майя, кешір. Мен нечайно негіз қарағым келмеген, білейін, есігін істеп қою керек еді осы. Бір Майядан ұят болды, извращенец деп ойлап қалады шығар. Осындай бірдеңе болатын біліп едім ше. Еще маған ұнайтын жігіт ішіп атқанымды көріп қойды, білейін. Мақұл, ұмытайыншы. Қош құрсын, қол бет қолын жуып алып душқа кіріп, сосын тез ұйықтап, азанда маған да жұмысқа бару керек. Негізі менің ұрланып кеткенім барлығы сол жұмыстың кесірі сияқты ше. Адик, таза емес шығар, мен душқа түсіп атқанымды көріп қоймайды шығар енді. Мынаның душында да есік жоқ қой. Сол үшін киіммен түсуге тура келді ғой, білейін, киімді ауыстыру керек еді. Мына жерде жатуға бола ма өзі? Бірақ Адик маған қалаған жерінде жат деді ғой, сол үшін бәрібір жата берейінші. Мына бандиттің достары келген жоқ қой, бүгін келмейді сияқты вообще. Ё-моё, ұйықтамайын десем ертең жұмыс, бірақ ұйықтағым да келіп тұрған жоқ ше. Қойшы, құрсыншы, жатайыншы кроватқа барып. Майя кроватта жатып алған ба не? Мен Майяға айтуды ұмытып кеттім, кроватқа жатпай ақ қой. Білейін, мен достар кроватқа жатпасам басқа жерде жатамаймын вообще шынымен. Бірақ та тәп-тәтті ұйықтап отқан қараңдаршы Майяны. Жарайды, енді тұрғызбай ақ қойыншы, мына шеті бос екен ғой, осы шетіне жата салайыншы. Майя, кешір, білейін, Майя не ойлайды екен азанда тұрған кезде? Қыздар да қорылайды екен ғой, ұйықтаған кезде. Базар жоқ, білмеппін.
Сағат қанша болды? Жұмысқа кешігіп отқан жоқпын ба? Мә, уже таң атып кеткен ба не уже? Мынау кімнің қолы? Мә, Адик шынды мен қасыма жатқан ба не? Блин, мен Адикті нормальный бала деп жүрсем, мынау шынды мен қасыма жатып апты ғой. Блин, не істесем болады достар? Адик тұр, Адик. Не болып қалды? Таң азан мен кім отырғызып жатқан? Блин. Майя, ренжімеші, мен саған айтуды ұмытып кеттім. Кроваттан басқа еш жерде жата алмайтын едім. Сосын қатты ұйқым келіп кетті ше, кроватта сен жатыр екенсің, оятқым келмеді енді, түсінші. Мә, Адик, айтпайсың ба сен? Мен ақ диванда жата салатын едім ғой, ё-моё. Кешір енді, Майя, не болды истерика жасап? Кетші бар, қайдағы истериканы айтып тұрсың? Жігіттердің бәрі бірдей, жоқ бош бар. Мә, достар, енді өздерің көрдіңдер ғой, Майя күшті ұйықтап жатты, мен тұрғызым келмеді дегендей. Жарайды, лучше тамақ жейікші, сол кезде настроениесі кішкене көтеріліп мен кешіретін болар. Майя, жаңағы үшін ренжімеші, мен тамақ істеп қойдым столдың үстіне. Адик, қойшы бол, тамақ ішпеймін, мен тамақ батпайды маған. Майя, әшейін жаныңда ұйықтадым, біз вообще ештеңе де болған жоқ қой. Шынымен ба? Мақұл, онда кешірдім сені. Бірақ ендігіде айтып қой, өзім ақ диванда ұйықтай саламын. Күшті болыпты иә тамақ. Мынау кім есікті қағып тұрған? Күте тұр, Майя, мен қазір келем. Бандиттің ағасымын, бандиттің досымын деп тағы біреулер келіп тұрған сияқты. Что-то ашып қарайықшы. Если что, мылтық бар, тарс етіріп. Полиция мырза, сіз не үшін келдіңіз? Саламатсыз ба, Адик деген сіз бе? Иә, мен. Сіз бізбен бірге бөлімшеге бару керексіз. Сіздің үстіңізден адам өлтірді деген қылмыс тағайындалып жатыр. Өзіңізге адвокат жалдасаңыз болады, бізбен бірге жүріңіз. Блин, іште Майя бар еді ғой. Мақұл, сонда да барайық енді. Достар, жалғасы шықсын десеңдер, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сонымен қоса достар, өтініш комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл менің ары қарай күшті видео салуыма тағы да мотивация болады. Сол үшін комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.